Ал қарлы күн асылдым, талашпай кетті деп уайымдамай қойыңыздар. Қолым бір тиіп бір тимей жатыр. Бірақ менімен бірге, менің арнаммен бірге көрермендеріме үлкен алғыс білдіремін. Олжа келе жатыр деп. Кімнен? Бір сүйінші олжалар келе жатыр. Ауық балықтардың бәрі пішту болады дейді. Бопты, бастадық. Бүгін мен марқұм әкемнің туған күні. Жатқан жері жайлы, топырағы тұрса жанын жайқатсын. Қайтқан әкелерден, марқұм әкелерден ондай хабарлама. Қайтқандардан, о дүниеден деп ба. Бұл жерде аяғына шейін жасалмай кеткен тірліктер бар екен. Сиқырлы болуы мүмкін. Бірақ өмірлер қаншалықты қиын болғанмен де олар сынақты аяғына шейін өтеп бітті. Өйткені өлімді кез келген адамға өлім ажал келе салмайды. Әркімнің өзінің уақыты, демі таусылғанша, талқаны таусылғанша өзінің уақыты бар берілген. Егер өлім келсе, демек сол адам өз уақытын, өз талқанын таусылды деген сөз. Уақыты келді деген сөз. Бұл кісілер енді бұл кісілердің өмірлерін үлкен сыйластықпен ардақтап қарап Құран бағыштаймыз, еске аламыз әрине. Өмірлеріміз қиын болды дейді, бірақ өкінбейміз дейді еш нәрсеге. Қаншалықты қиын өмір болса да еш нәрсеге өкінішім жоқ дейді. Жұмыстарыңды жасай беріңдер, жақсы көріңдер, жолдарың ашық. Таңдау әрине бар, бірақ таңдағанда көп ойланып, көп тұртып алмаңдар дейді. Құдай бәрін онсыз да береді, беріп қойған. Тек оны алу керек. Қорықпай, ештемеден сескенбей, сіз жалғыз емессіз. Жолыңыз әрдайым ашық, жолыңыз жүреді. Мынандай ауыртпашылықтар, мынандай жол ашу, мынандай керемет болашаққа, жарық болашаққа жетеді дейді. Рахмет, жандарыңыз жайта